видео көрермендерім. Бүгінгі біздің пісіретініміз круассан, яғни оған керек ингредиенттер бізге ең бірінші керек жылы су, жылы сүт және ашытқы. Және оған қосамыз қант, тұз. Тұз бен қантты мен араластырып қойдым, дайын қылдырып. Жылы су құямыз. Мен негізі 200 грамм су құяды, 200 грамм сүт құяды. Мен нақты олай өлшемеймін, осылай кружкамен өлшеп отырамын. Бокалмен өлшеп аламын да, сонымен құйып қоса беремін. Ашытқымыз саламын. Және де қатты араластырмай жай қозғап қоямыз. Ашытқымыз ашу үшін. Ашытқымыз ашығанша, бұл ашиды, көтеру керек. Соған қажетті біз бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. 10-15 минутқа мен осылай суымызды, сүтімізді, қант, тұз және ашытқын салып алдық. Енді бетін 10-15 минутқа жауып қоя тұрамыз. Міне біздің ашытқымыз ашыды. Енді біз оған сұйық май қоямыз. Күнбағыс майынан 2 қасық. Мен андай алтын май деген сұйық майдың құя беремін. Күнбағыс май 2 қасық қостым. Менде қасығымды көрдіңіздер ғой, кішкене шыңғылдау емес, сондықтан 3 қасық қосып жіберемін. Одан кейін жұмыртқа. Менде мынандай 2 жұмыртқаны жарғанмын. 2 жұмыртқадан біз сары уызын мында алып қойдым. Бұны круассанның бетіне жағамыз қазір пешке саларда. Мына жерге ақ уызын алып, 2 ақ уыз нан ішінде және 1 сары уыз, сіздерге көріп тұрмын. Осыны құямыз енді. Сосын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған ұнымызды қосамыз. Ұнды да мен көз мөлшерде ала беремін. Нақты мөлшер жоқ. Примерно жазам 700-800 грамм деп. Мынандай елеуіштен өткізіп алған жақсы. Бір жағына тазалық, екінші жағынан біздің тестамыз жаңағы жақсы үлпілдек болып көтеру үшін. Араластырып отырып, тесто едеп шығамыз. Міне мен тестам қоюлан. Теста жұмсақ болып шығу керек. Жұмсақ болғанда қолға жабыспайтын. Енді біз бұны көтерілгенше жауып қоямыз. Бұл үлпілдек болып көтеріледі. Содан кейін барып пешімізге салып 30-40 минутқа 180 градусқа салып пісіреміз. Ол жерінде қазір сіздерге көрсетейін. жұмсақ, олар жақсы тұр. Оны көп қоян деп тұрмады. Ол қалса, қарып қоймайды.
менде жалпы қойғанда жалпы 17 бөлке шықты. 17 бөлке бөлді. 17 бөлке шықты. Енді бұны екі бөлке үшін мақаланы жауып қоямын. Екі бөлке үшін жауып қоямыз. Содан кейін бір мен былай төртке бөліп алдым. Міне енді пешке саларда осылай астына мен пергамент қолданамын. Пергаментті мен мынандай некоммерциальная натуральная клявая печка не прилипает. Осындай. Маған осы не ұнайды, осыны қолданамын. Пергаментті енді міне пешімізге түсеміз. Пешім мені қызып тұр. 180 градуста. Араларын ашып қоямыз, өйткені бұл піскен кезде көтеріледі ғой. Ашытқыдан жасалған тесті болғандықтан ол піскен кезде көтеріледі. Енді мен бұның бетіне мен бағанағы сарыуызды жеке алып қалып едім ғой. Соған кішкене сүт қосып жіберемін. Тек ғана сүт тамыстық, өйткені сарыуызымыз қатып қалмайды әрі жұмсақ болып тұрады. Сұйықтау болып тұрады. Соны бетіне жағып аламын. Жаңағыдай айттым ғой, варенка егер қоспасаңыздар арасына бетіне кішкене тәттілі болсын, теста былайынан ақ тәтті. А егер тәттіні жақсы көретін адам болса, одан да тәтті қылдырғысы келсе, бетіне осылай жұмыртқадан кейін қант сеуіп жүруге болады. Мен өзім қант сеппеймін. Өйткені ортасына жаңа өздеріңіз көргендей варенка қойып қойдым. Енді мұны пешке сеттік. Әркімде әртүрлі пеші болғандықтан 180 градусқа қоямын. Достар, қараңыздар, ортасы піскен. Ешқандай да тестамыз бәрі піскен, ешқандай да өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Бір пісіргеннен осындай не шығады. Менің жазған ингредиенттермен, видеомның астындағы ингредиенттермен пісіріп көрсеңіздер, ешқашан өкінбейсіздер. Және осы көрген видеолармен пісіріп көрсеңіздер болады. Өте дәмді круассан шығады. Мен оған сенімдім, мен сіздерге және көрсетіп отырмын сенімді болғандықтан. Және енді ең соңғысы, менің осы видеомды көріп ұнаған болса сіздерге подписывать етіп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.